Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген: егер сіздердің біріңіз тамақ жесе, бисмиллах деп бастасын. Ал егер тамақ жеуден алдын бисмиллах айтуды ұмытып кетсе, бисмиллахи фи ауалихи ва ахирихи, әуелінде де соңында да Алланың атымен бастаймын десін. Сондықтан да тамақтанар алдында бисмилля деп айтуды ұмытпаңыз. Өйткені Алланың атымен басталған тамақ берекелі әрі сіңімді болады. Тойып тұрып тамақ жемеңіз. Тек оң қолмен ішуге әдеттеніңіз. Себебі шайтан сол қолмен ішіп жейді. Егер тамақ ортақ болса, өз алдыңыздан жеңіз. Ол әдептіліктің айқын көрінісі. Сондай-ақ тамақ ортаға қойылса, ыдыстың шетінен бастаған абзал. Өйткені тамақтың берекесі ортасына түсіп, шетіне таралады. Егер желінетін нәрсе бір-бірлеп алынатын болса, оны уыстап алмағаныңыз жөн. Пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын: егер біреу көппен бірге құрма жеп отырған болса, ондағылар рұқсат етпейінше екіден алмасын деген. Тамаққа шақыру, онымен бөлісу көркем мінездің шыңы. Ол бойдағы сараңдықты жойып, жомарттық пен мырзалықты дамытады. Тамаққа көп қолдың созуы береке шақырса, тамақты менсінбеу жоқшылық шақырады. Тамақта айыптау, сынап мінеу жасаған адамның көңіліне ауыр тиетіні сөзсіз. Сол үшін де пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын ешқандай тамақты айыптамайтын, ұнаса жейтін, ұнамаса жемейтін. Тамақтанып болған соң мына дұғаны айтып бата қылыңыз: бізге осы тамақты жегізіп, әрі оны ешқандай күш қуатсыз бізге ризық еткен Алла тағалаға мадақ болсын. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.